Армысыздар қадірменді көрермен. Білім ТВ арнасында таңғы жаңалықтар. Аптаның алғашқы күні сәтті болғай. Ал біз хабарымызды бастаймыз. Бүгін Алматы қаласы Медеу ауданы Қасыл Қатықбаева атындағы номері 168 мектеп гимназиясына ат басын бұрдық. Жалпы мектеп туралы директордың оқу жөніндегі орынбасары Гаухар Абайқызымен сұхбаттасып қайттық. Толығырақ тілшіміз Айтолқын Мұхтарқызы толықтырады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ашып кеткен білім ордасындағы директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Гаухар Абайқызымен тілдесіп қайтайық. Қайырлы таң, достар. Мен сіздерге Қасыл Қатықбаева атындағы 160 мектеп гимназиясының бүгінгі таңдағы оқу үрдісі жайлы айтып өтпекпін. Қасыл Қатықбаева атындағы 160 мектеп гимназиясы 2016 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Мектеп гимназия ретінде екі бағытта жұмыс жасайды. Біріншісі ол жаратылыстану математика бағытында және қоғамдық гуманитарлық бағытта. Яғни 9 сыныптан кейін оқушылар өздерінің таңдаған мамандықтарына сәйкес не жаратылыстану математика бағытында, не қоғамдық гуманитарлық бағытқа қарай ауысып, сол жерде өздерінің білімдерін тереңдететін болады. Ал мектепте жалпы 4 бірлестік жұмыс жасайды. Оның екеуі кафедра, екеуі бірлестік жетекшілері. Бірінші қоғамдық гуманитарлық кафедра және жаратылыстану математика бағытындағы пәндер бойынша кафедра жұмыс жасайды. Сонымен қатар эстетикалық бағыттағы пәндер бірлестігі және бастауыш сынып бірлестігі. Енді бүгінгі күннен бастап бізде бастауыш сыныбының 10 күндігі басталайын деп жатыр. Мен осы бастауыш сынып бірлестігіне үлкен сәттілік тілеймін. Өздерінің білімдерін, біліктіліктерін осы жерде көрсетіп, өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, жас мамандар өздерінің жаңашылдықтарымен бізге көзге түседі деп ойлаймын. Ал оқушыларымыз өздерінің алған білімдерін ортаға салып, бір сапалы нәтижеге жетеміз деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге үлкен сәттілік. Аталған білім ордасында бастауыш сыныптар 10 күндігінде қандай жұмыстар, қандай іс-шаралар жоспарланып отыр? Толығырақ білу үшін тілшіміз Айтолқын Мұхтарқызына сөз кезегін береміз. Рахмет, Гүлзира әріптесім. Қасыл Қатықбаева атындағы номер 168 мектеп гимназиясында бүгін бастауыш сыныптардың 10 күндігі басталды. Сол 10 күндік ішінде қандай жұмыстар, қандай іс-шаралар болатыны жайында директордың бастауыш ісі жөніндегі орынбасары Бақыт Сапарнадан қысқаша ақпарат алсақ. Саламатсыздар ма? Қасыл Қатықбаева атындағы номер 168 мектеп гимназияның бастауыш сыныптар аралығында 10 күндігі басталып кетті. Бұл 10 күндік ақпан айының 22-сінен наурыз айының 3-не дейін жалғасын табады. Тақырыбы білімді ұрпақ, жарқын болашақ. Мақсатты оқушылардың ой өрісі мен танымдық белсенділіктерін арттыру және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Пән мұғалімдерінің шеберлігі мен педагогикалық ұжымда өздерінің озық тәжірибелерін тарқату. Бұл 10 күндікте не жоспарлап отырмыз? Барлық сынып жетекшілері әрбір пән бойынша ашық сабақтарын өткізеді, интеллектуалдық сайыстар, байқаулар өткізіледі. Біліммен қатар тәрбие жұмыстарды назардан тыс қалған жоқ. Қыз еркем, қылығымен көркем, денсау ұрпақ, ұлт болашағы атты эстафеталық жарыстар, байқаулар өткізіледі. Сонымен қатар ұшқыр ой, 1001 мақал, 101 жұмбақ, білімді ұрпақ, ұлт болашағы атты әрбір параллель сынып бойынша интеллектуалық ойындар, байқаулар ұйымдастырады. Бұл іс-шаралар туралы Білім ТВ телеарнасынан көретін боласыздар. Мен барлық әріптестеріме сәттілік тілеймін. Айтолқын Мұхтарқызы, рахмет. Бастауыш сыныптар 10 күндігінің қалай өтіп жатқан алдағы уақытта Білім ТВ арнасынан көретін боласыздар. Күндеріңіз жақсы жаңалықтарға толы болғай. Бүгінге жаңалықтар лебі осындай.